менен құттықтамай қайтпаймын. Туған күнім менен қалай тілек айтпаймын. Өмір барда алау бол, елің барда жалау бол. Ең бастысы жалғанда аман бол, адал бол, адам бол. Туған күнім менен құттықтамай қайтпаймын. Туған күнім менен қалай тілек айтпаймын. Өмір барда алау бол, елің барда жалау бол. Ең бастысы жалғанда аман бол, адал бол, адам бол. Туған күніңмен құттықтамай қайтпаймын. Туған күніңмен қалай тілек айтпаймын. Өмір барда алау бол, елің барда жалау бол. Ең бастысы жалғанда аман бол, адал бол, адам бол. Өмір барда алау бол, елің барда жалау бол. Ең бастысы жалғанда аман бол, адал бол, адам бол. Рахмет. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, жиналған ардақты қауым, баршаларыңызды. Неге маған тұрып атсыздар? Приятный болып қалады екен кәдімгідей. Рахмет, қош келдіңіздер. Сіздерді дастархан басында көргеніміз өте қатты қуаныштымыз. Мінекей тілектей ұлдарыңыз бен жұлдыздай қыздарыңызды бүгінгі 40 жас мерейтойы қызық қуанышы құтты болсын деп бір алақан соғып қойыңыздар, ардақты ағайын. Қош келдіңіздер. Рахмет. Енді рұқсат болса, құрметті қонақтар, жиналған ардақты қауым, алдарыңызға жас болса да бас болып шыққаннан кейін, бүгінгі кештің тізігінің ұстағаннан кейін, алдымызға шыққаннан кейін, алдымен аузымызға Алланы алып тұрып амандасқанды жөн көріп отырған жайымыз бар. Ассалаумағалейкум, ардақтылар, алтыннан салмақтылар. Бисмилля, алпалаш деп сөз бастайын, жас ұрпақты жақсылыққа жалғап тұрар. Ассалаумағалейкум, тектілерім, өліні сөзге келгенде өткір едім. Мұна өзі дүркіреген той екен ғой, көл қылып жіберген көп тілегін. Арнайы тойларына шақырған соң, ат басың босағана кептіредім. Қазақтың ассалаумағалейкум деген сөзі Алланың нұры жаусын дегенді білдіреді екен. Ендеше баршаңызға Алланың нұры жаусын деп тіледім. Ассалаумағалейкум, айбынды алаш елі той құтты болсын тағы да. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Рұқсат болса, құрметті қонақтар, жиналған ардақты қауым, барша бүгінгі кешке жиналған біздің төрт көз түгел отырған қонақтар, рұқсат болса, тойдың басында бір керемет өтініш білдірсем деген ниет тілекте тұрған жайымыз бар. Қазір енді мен ортаға бүгінгі қуаныштың егерлерін ортаға шақырам. Сол кезде орнымыздан тұрсақ, мойнымызды бұрсақ, шатырлап шапалағымызды ұрып тұрып қарсы алсақ деген ниет тілекте тұрған жайымыз бар. Енді құрметті ағайын, рұқсат болса, сіздердің қол қошеметтеріңізбен қос қолдың қуатын аямай бүгінгі қос қуаныштың егерлерін ортаға шақырайық. Ал ардақты ағайын, қарсы алыңыздар. Бүгінгі кештің егерлері баладай көңіл мен даладай дастархан жайып отырған, мінекей 40-тың қырқасына шығып отырған, 40-тай белесті бағындырып отырған тілектей ұлдарыңызды, жұлдыздай қыздарыңызды инабаттай бүлдіршіндермен ортаға шақырайық. Қошемет, құрмет көрсетейік, той иелері келді. Рахмет. Өздерің тойлар тойлағандай қуанып жүр сіздерге кәдімгідей. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Мінекей енді айтып жатыр ғой, 40-тың қырқасына шығып жатыр екенсіздер. 50-де еңсеруге, 60-та алқымдауға, 70-те жүгіріп жүруге, 80-де секілдеп билеуге, 90-да тоқтамай 100-ге жетулеріңізге
Алла тағала нәсіп етсін дейміз. Осылай ортамызда кішкентай қыздарымызбен күліп ойнап осындай жылан ардақты ағайынның баршалардың қуанышын бөлісіп, қайғысына ортақтасып, шын көңілмен адал пейілмен жайылған ағдастырған басында тек қана қуанышты жүздесуге Алла тағала нәсіп етсін дейміз. Әрдайым аман болыңыздар. 40 жас деген ол түкте де емес. Жаңа айтып жатырмыз 50, 60, 70, 80-ге келе беріңіздер. Енді тіке жалпы 40 жас дейтін қандай екен? Біртүрлі сезім екен. Біртүрлі екен? Сіз үшін 40 деген қандай екен? Жақсы. Жақсы, 40 деген күшті, 40 деген енді бір ақыл тоқтатып, енді бір 30-да кішкене билеп, секендеп жатқан 40-та уже үлкендер жаққа қарай жақындап, ақындап, 20-25 жастағы балаларға ақыл айтып бергіңіз келіп тұрады, сондай жас қой өзі 40 деген жалпы. Енді негізі жаңа айтып жатырмын, мен 100-ге жетіңіз енді Алла тағала берген жасты ешкімге аямаймыз ғой. 100-ден асып нешеге келгілеріңіз келеді негізі? Алла берген жасаймыз. Алла берген жас жасаймыз. Айттым ғой 40-қа келеді, кішкене ақыл тоқтатады, уже кішкене Алланың берген жасты жасаймыз ғой деп кішкене сөз өзгере бастайды. 85. 85-ге жетемін, нормально дейді. Тілекпен 85-тен арай тоқыммен кетіп тұр ғой бұл кісі. Әрине әзір қалжың ғой, мен былай тілек білдірейін, енді Құдайға шүкір, инабаттай керемет қыздарыңыз бар. Немерелер болыңыздар, шөберелер болыңыздар, шөпшек сүйіңіздер, туажат, жекжат, бәрін көре беріңіздер. 7 ұрпақтың барлығын көретін болсаңыздар, өз жастарыңыз примерно 360-қа келеді екен. Алла тағалам сондай ұзақ ғұмыр тілейміз. Осында отырған ағайын туысқа енді рұқсат болса, Алланың қалауыменен сіздердің рұқсаттарыңызбен бүгінгі кешті бастайық. Мен енді бүгінгі кешке кішкене бір кішігірім өзгеріс енгізгім келіп отыр. Рұқсат болса, бүгінгі кешті, бүгінгі думанды тойды тек қана сіздердің қызық қуаныштарыңызға, яғни барлық назарды тек қана сіздерге аударсам деп тұрмын. Себебі енді рұқсат болса, бірден сіздерге назар аударумен бастайық. Ол қалай жүреді десеңіздер, енді инабат қызымызды дастархан басына жайғасуға шақырайық. Екеулеріңізді ортада бүгінгі кешті бір тамаша әдемі вальспен екеуіңіздің бір қол ұстасып билеген әдемі вальстарыңызбен ашып алсақ деп тұрмыз. Келісеміз бе? Жақсы. Сен қорқып жүрген жатсың ба біреуден? Қорықпаңыздар, әдемі билесеңіздер болды ортада. Қошемет құрмет көрсетіп қояйық. Тілекпен жұлдыздың тамаша бір вальсінде бүгінгі кештің иегері ретінде бүгінгі кештің тамаша алғашқы әнін сіздердің құрметтеріңізге шақырайық. Қабылыңыздар ортада колоннаның ар жағына барып билесеңіздер де болады сіздерге. Қай жерге
дастархан басыңызда үлкендер қауымы жайғасып отыр. Нақтырақ айтқан кезде Кенжетаевтар әулетінің, яғни Тілейқұлдарымыздың ағайын туысы, сол әулеттің үлкендері отыр. Сол кісілердің тамаша ақжарма тілектеріңізбен бүгінгі кешті бастап алайық. Одан кейін рұқсат болса ары қарай билеп жатармыз, биші қыздарымызға да, ойындарымызға да кезек бере жатармыз. Ал енді қол қошеметпен ортаға Кенжетаевтар әулетінің үлкендері, тілектің нағашылары деп жазылған желеуменен ортаға Серікбол ағамызбен Тамара жеңгеміз бастаған, Мархабат ағамызбен Алена жеңгемізді, Айжан ағамызбен Гүлнар жеңгемізді, Гүлфайрuz апайымен Гүлвира апайымызды, Асел апайымызбен Алексей жездемізді, Ерболат ағамызбен Гүлсім жеңгемізді, Амантай жездемізді, Гүлнар апайды және де Беріктей жездемізді ортаға шақырамыз. Келіңіздер, құрметті қонақтар. Al Тілек Жұлдыз туғаныңыздың құтты болсын, юбилейің болсын, дендерің сау болсын. Артарынан беріп шығарып, аман болсын, үлкен азамат болсын. Бастан бір жаста қартайыңдар. Күйеуім деген қысылып қалды. Бұған қарап мен қысылып қалдым сөйлеймін. Ал жастарға жас қосылсын, барлық жақсылық деймін. Дастархан тек қана жақсылыққа жайлы. Екеуің қол ұстасып, әдемі қартайыңдар. Арттарынан келген балапандардың қызығын көріп, сол тойды жайып тойлатып. Ал Тілек Жұлдыз бүгінгі мерейтойларың құтты болсын, дендерің сау болсын, инабаттың қызығын көріңдер, ауырмаңдар, жұмыстарың табысты болсын, ақшаларың көп болсын. Ал сол үшін құттықтаймын. Тілек Жұлдыз туғандарың құтты болсын, зор денсаулық тілеймін. Инабатың аман сау болып, сендерге отырып қуаныш әкелсін, бақыт. Саған жұмыстарың жемісті болсын, бала-шағаларың аман болсын. Ал Тілек Жұлдыз туған күндерің құтты болсын, дендерің сау болсын, бастарың аман болсын. Инабаттың қызын көріп, короче, бәрін айтқанға қосылып, алай бақытты болыңдар. Тілек Жұлдыз туған күндерің құтты болсын, дендерің сау болсын, ғұмырларың ұзақ болсын, бақытты болыңдар, қыздарыңды қызығына тоймен жүргендер, 100 жасаңдар. Тілек Жұлдыз туған күндерің құтты болсын. Чего, пожалуйста, самое главное здоровье, аман есен болсын, баланың қызығын көрсін қызын. Осындай дастархан тек қана жатқа жайылсын, аман болайық. Сондай құтты болсын. Ал Тілек Жұлдыз туған күндерің құтты болсын. Ең басты денсаулық. Осы дастархан тек только жақсылыққа жайыла берсін. Ал енді жалғыз қыздарыңыз қызығын көріңіздер, бір жастықта қартайыңыздар. Ал енді ең басты енді денсаулық болсын. Туған күндерің құтты болсын. Ашық аспан, мол бақыт. Жұлдыз инабат енді өзінің көмегін әкесінің қызығы болып өссін. Тілек Жұлдыз мерейтойларың құтты болсын, дендерің сау, бастарың аман болсын. Бүгін енді
қаласының асханасы ұсынған адалас, яғни бірінші ақ дастарханымыздың ыстық асын ұсынып алуға рұқсат етіңіздер. Ұшашу мейрамханасының аспазшыларының қолынан шыққан ыстық ас сіздердің алдарыңызға келе жатыр. Қабыл алыңыздар, ыстық ас келеді ағайын. Құрметті ағайын, алдарыңызға ыстық ас әкелініп қойылып жатыр. Алдарыңызға Астана уақыттанып жүріп отырмыздар. Енді рұқсат болса сіздердің мазаларыңызды алмай қояйық. Біздің атымызда бір керемет би болсын, қабыл алыңыздар. Үкілімай шоу би ансамблі сіздердің қошемет құрметтеріңізбен қазақ биімен қабыл алыңыздар.
қауым астан алып ауқаттанып ішіп отырыңыздар. Енді рұқсат болса және Кенжетаевтар әулетінің үлкендері сөйлеген болса, енді бүгін айтып жатырмыз ғой. Қос қуаныш тілектің де жұлдыздың да бір керемет 40 жасына жиналып отырған жайымыз бар. Бір қызық дүние айта кетейін, құрметті қонақтар, бүгін бізде екі бірдей қуаныш болса, мына банкет залда ең бірінші той өтіп жатыр екен. Сіздер бірінші қонақсыздар, сондықтан алақан соғып қоюға тұрарлық дүние деп ойлаймыз. Енді құрметті ағайын, рұқсат болса, мен енді екі әулетті бөліп жармай, Кенжетаевтар әулеттерінен кейін бірден Сәлімбаевтар әулетінің үлкендеріне тамаша тілек ниетті кезегін ұсынсам деп тұрмын. Сондықтан ол кісілердің тамаша тілегінен кейін бәріміз бір керемет билеп, ас қорытып, одан кейін тамаша ойындарға кезек беретін боламыз. Сіздердің қол қошеметтеріңізбен ортаға Сәлімбаевтар әулетінің үлкендері, әкеміз Жұмат ағамыз бастаған, Күләнді апайымыз қостаған, Сақаш апайымыз бен Сайраш апайымызды, Мейрамгүл апайымызды, Дүйсен аға мен Фарида жеңгемізді, Құралай апай мен Дидар жездемізді, Аймира апамыз бен Кәдөк жездемізді, Алма, Медет, Манаш, Ғалиядай барша үлкендеріміз шақырайық. Келіңіздер, ардақты ағайын, қол қошемет жасап қояйық. Сіздердің тамаша тілектеріңіз сіздайық, ардақты ағайын, келіңіздер дайын. Рахмет, қош келдіңіздер. Көргеніміз өте қатты қуаныштымыз. Ұлдарыңыздың, қыздарыңыздың қуанышы құтты болсын. Ұзағынан сүйіндірсін дейміз. Енді кім бірінші бастайды енді ағаларыңызды? Ағамызға білегейміз аға. Құрметті тойсүйер қауым, бүгін Кенжетаевтар әулетінің ақтүйенің қанды жарылып, екі баламыз 40-қа жетіп отыр. Сондықтан Жұлдыз, Тілек 40 жастарын құтты болсын. Екеуіңден бабаларың бақилық бол деді. Арты жақсылық болсын. Шешелерің көрмеген қызықты сендер көріңдер айналайын. Инабаттың денсаулығы мықты болсын. Бүгін енді қобалжып отырмын енді. Мынау алыстан енді ағайын туыстар, құдалары келіп жатыр. Жолдастары келіп отыр енді. Тойларыңыз той қыласын. Енді 70-80-ге келе беріңдер, екеуіңе бақыт тілеймін айналайын. Менің өзі ұлым жоқ болса да осы бір ұлым тілек. Айналайын аман болуға, денсаулығы мықты болсын. Және де. Әлемділі, Тілек, Жұлдыз, бүгін үлкен той, 40 жас, 40-дан асып барасында енді. Алыстан ағайын туыстарын келіп жатыр. Келген қадамдарына гүл бітсін. Осы отырған ағайын туыс, жолдас жораларыңа аман есен бол. Келген қадамдарына гүл бітіп, дендері сау болсын. Ал енді өздеріңе келсек, өздерің жастарың ұзақ болсын, дендерің сау болсын. Инабатты қызығын көр. Бір жаста екеуің бірге қартайыңдар. Айбүгі көрмеген қызықты жұман өзің көре бер. Осы ағайын туыстарың аман болсын. 80-90 жүзге кеп, ағарай жасай беріңдер. Тілек, Жұлдыз, 40-қа келген мерейтойларың құтты болсын. Бүгін міне үлкен мейрамханада ағайын туыс жора жолдастарыңның басын қосып, үлкен той жасап жатсыңдар. Тойларың құтты болсын. Дендерің сау болсын, бастарың аман болсын. Абыроймен енді Алланың берген жасын жасай беріңдер. Көпшілік енді бәрілеріңізге де той құтты болсын, аман болыңыздар. Әрқашанда осы шаңырақта қызық қуанышқа келіп жүрейік, аман болыңдар.
Тілек жұлдыз қырық жастарың құтты болсын, дендерің сау болсын. Инабаттарың қызығың көп, дендерің сау болсын. Ананы сен осы туыстардың ортасында ойнап жүріп жүргеніңді. Алына елден бар тілектегі болсын. Ал тілек жұлдыз бүгінгі күні 40-қа толып жатқан туған күндерің құтты болсын. Жастан жасқа жете беріңдер. Мықты денсаулық тілеймін. Өмір жастарың ұзақ болсын. Тек қана тойда қуанышта ғана жүре берейік. Бізді инабаттарыңның қызығын көріп, бір әдемі сұлу қыз өсе берсін. Осы қызық көріңдер, барлық туған туысқандардың ортасында тек қана жақсылықта ғана бас қосып жүре берейік. Тойларың тойға ұласа берсін. Құтты болсын, барлықтарыңыздың үйлеріңіз тек қана той болсын. Қонақтан екеуіне подаркымыз кетіп болмай өзі қобал шығындан кейін. Айнадай тілек жұлдыз енді соғымдарың береді. Тілек жұлдыз, 40 жастарың құтты болсын, бастарың аман, дендерің сау болсын, инабаттарың қызығын көрініп, бағынан бері айтылған тілектің бәрі Алланың құлағына соғылсын. Тілек жұлдыз, жастарың жас қосыла берсін, дендерің сау болып, осылай ағайын туыстарың арасында тек мол дастархан, әрқашан осылай қуанышта, елдерге аман болып, ағайын туыс бәрі түгел аман есен жүре бер, тек осындай қуаныштарда ас қосып жүре беріңдер, қыздарыңның қызығын көріңдер, жастан жасқа толыңдар. Тілек жұлдыз, 40 жастарың құтты болсын, дендерің сау болсын, инабаттың жақсылығын көріңдер. Папаларың аман болсын, туыстарың аман болсын, тек жақсылық тілеймін. Рахмет, айтқан ниет тілек баршасы қабыл болсын. Көп рахмет сізге. Әрдайым осылай қызық қуанышымызды бөлісіп жүре берейік. Енді тілек ұлымдай деп отыр ғой, ұлыңыздың тойы құтты болсын. Енді бір тамаша фотоестелікке түсіп алайық, рұқсат болса. Одан кейін аға сізді өзіңізді ортаға шақырамыз. Келіңіз. Бір ата өзіңізді бола ма? Ортаға. Келсеңіз, ортаға келсеңіз. Есіміңіз? Жұман ағамызға бір қошемет қойып қояйық, ардақты ағайын. Кетпеңіздер, қазір билейміз ағалар. Бүйтіп айтасыз, ата қазір мен не айтам, мен артынан қайталап тұрыңыз, жақсы ма? Мен соғым берген адам ретінде айтайын. Соғым берген ретінде айтайын. Пусть танцует все. Соғым берген адамға қайтып билемейсіздер, дұрыс па? Қанекей, келіңдер ортаға шықпейін қанекей. Қуаныш құтты болсын, сіздер үшін малқия.
Бәрекелді. Тағы билейміз бе? Тағы билейміз бе деймін? Рахмет енді ардақтаған бір тамаша ойынға, бір көтеріңкі көңіл-күйге кезек беретін уақыт келген секілді. Енді рұқсат болса мен онда ол ойынды ойнатушы міндетті түрде ортаға той иелерін шақырып алайын. Бір алақан соғып қойыңыздар, тілек, жұлдызды шақырайын ғана келіп қойыңыздар. Билеп қойсаңыздар. Мына жерін өлтіреді екенсің емеш. Мына жерін күшті билейді екен. Кім? Жұлдыз? Қанекей, сенің биіңді көрейікші, жұлдызға бір қошемет ұрып қояйық, қанекей, ортаға билеп кетсеңіз. Сіздер үйде де осындайсыздар ма? Иә дейді. Үйлерде басқа немен айналысып отырсыңдар кейінгі. Кім тілек жұмыстан келетін сияқты дейді үйге. Жұлдыз, тамағың дайын ба? Жұлдыз шығатса кешегі көжең ішесің деп. Күшті осылай билеп жадырап жүре беріңіздер. Енді рұқсат болса бір тамаша ойынға кезек берейік деп тұрмын. Енді ол үшін оң жақ қолымызды көтерсек, бәріміз тілек сияқты оң жақ қолымызды көтерейікші. Мына жақ уже құшақтасып отыр қолым. Оң жақ қолымызды көтерейік, оң жақта отырған адам құшақтайық, отырған адамды құшақтайық. Құшақтаңыз. Жұлдыз ба өзіңіз? Құшақтаңыз. Құшақтаңыздар, оң жақта отырған құшақтайық. Сол адамға денемізбен, басымызбен бұрылайық та, мен сені жақсы көрем деп айтайықшы. Күшті, приятно, мен сені жақсы көрем деп естіген біреудің. Енді сол жақ қолымызды көтерейік, рұқсат болса. Жұлдыз сен де көтере қой. Сол жақта тұрған адам құшақтайық. Құшақтаңыздар. Сүйісіп жоқ, просто құшақтаңыздар. Сразу болды. Және сіздерге бұрылып, мен сені жақсы көрем деп айтқан адамға бұрылайық та, келші өтірге. Азды қалқылма енді, тамаша осындай көңіл күйде отырайық, рұқсат болса енді. Мен енді сіздерді жай ортаға шақырған жоқпын, бір керемет тамаша ойын ойнатсам деп тұрмын. Енді ойынның алдында осында отырған ағайымның, енді мен бүгін бірінші рет жүздесіп, сіздермен бүгін бірінші рет кездесіп отырмын ғой. Осы ойынның алдында сендерді бір мақтап алсам деп тұрмын, сендермен бір кішігірім танысып алсам деп тұрмын. Ол қалай жүреді десеңіздер, құрметті ағайын, тілектің есіміндегі алғашқы әріп Т ғой. Содан бастап тілекті бәріміз бір теңеу айтып мақтаймыз. Төзімді, теміржанды, ондай айтпаңыздар енді тәкаппар деп. Просто жақсы теңеулер айтсаңыздар болады. Кішінен ұнаған адамға сыйлық береміз. Келсіз қой, мұқият тыңдап тұр. Мына жақтастардан бастаймыз. Тілек қандай? Т. Олар тамақшы болсын. Т. Талантты. Таңғаларлық дейді ол үшін. Т. Типичный. Алғанбас.
Ау, тартымды деп кім айтты және? Тартымды деп кім айтты күшті? Келіңіз, билеп келсеңіз. Ай, жіберіңіз. Хей! Билеп. Есіміңіз? Арай. Кім боламыз? Жолдасымыз. Кімнің? Тілектің, Жұлдыздың. Тілектің, Жұлдыздың жолдастары. Қашаннан бері жолдассыңдар? 15 жыл. 15 жылдың ішінде Тілек пен Жұлдыз қандай? Өте енді үлгі аларлық. Үлгі аларлық болғанда не істейді бұлар? Ұрыспай ма сонда не істейді? Әрқашан үйіне барса күліп қарсы алады. Күліп қарсы алады. Оның сыры неде деп ойлайсың? Неге сен олардың үйіне жиі бара бересің ешқашан? Олар күліп қарсы алған сайын сен келе бермей айналайын десең. Әзіл қалжың ғой, иә. Бір-бірлеріңе жесең қонаққа барып солай сыйласып жүре беріңіздер. Енді мен сұрақ қоямын. Тек қана Т әрпіне жауап беру керексіз, келістік па? Әйтпесе сыйлық бермеймін. Кеттік. Есіміңіз? Таңшолпан. Таңшолпан қайдан келдік? Талдықорған. Талдықорғаннан немен келдік? Таксимен не алып келдік? Таңқалар. Көрдіңіздер ма? Бұл кісі тоқтамайды. Таңғыраңыздар. Той иесінің аты кім? Тілек. Мен кіммін? Тамада. Мен не берем? Той. Пожалуйста. Көрдіңіздер ма? Бұл кісілер вообще тоқтамайды. Мама, любой сұрақ қойсын жүргізеді. Машинаның аты? Тойота. Пожалуйста. Көрдіңіздер ма? Адам аяқ қандай аяқ киімдер киеді? Тапочки. Пожалуйста, тапочки киеміз біз. Сол сияқты ғой. Соңғы сұрақ. Тілек қандай? Тартымды. Пожалуйста. Қалай қошемет тұрмайсыздар? Күшті. Тартымды болғанда енгеп жүр екен ма? Все, кеттік. Давай, К дегенге де бір мақтап жүрейік. Соңғы есіміне одан кейін жұлдызға көшеміз. Келіспеймін, мына жақтан бастайын. Тілек қандай? К. Көркем. Классный. К. Көрікті. Красавчик дейді апам. К. Крутой. Креативный. Красивый. Күшті. Көрілді. Көрілді дейді. Екі рет көрілді екенсіз. Көрікті. Керемет. Тамаша. Қай сөз ұнады? Айттым ғой, бәрібір жұлдыз шешеді, жұлдыздан сұрап та қай сөз ұнады маған дейді. Қай сөз ұнады десем, жұлдыздан сұрайды, қайсы ұнады маған деп мысалы. Красавчик деп апам айтты ғой деймін мына жақта. Келіңіз қанекей, красавчик деп кім айтты? Пийлі. Қош келдіңіз апа. Мама, есіміңіз? Гүлнар апайымызға қошемет тұрып қараңыздаршы, түріне қараңыздаршы. Орыс тілі пәндердің мұғалімдеріне ұқсайды, иә, қараңыздаршы. Жаздың күні шәл орап алып отырады ғой бүйтіп. Жеші пишется через и деп қойып бәрін күшті. Сондай ұқсайды екенсіз күшті. Өте тартымды екенсіз. Орыс апайлар жақсы көрді дедім, сол сияқты ғой. Так, апа енді сұрақ қойып жатырмын. Қоймек болды, конечно, орыс тілі мұғалімдер қатысылаймын осында, иә. Гүлнар апайымыз қошемет тұрып. Рахмет. Все, енді жәге өзіңізді мақтайық деп тұрып, жыға мақтаймыз, бірінші қайсы ұнайды, сол кісіге келмейді сол көрді. Кеттік бәрі, жұлдыз қандай жы? Жақсы, жайдарлы. Жайлы. Қау? Жуысты дейді. Ыцая жуыс бердіңіз, жуысты дейді. Женственная. Жена миллионера дейді. Жена моего брата. Жена моего брата. Кто білесіз қожымен де жүрсіз? Жеңешка дейді. Ж. Жайларды. Біздің жоқ жайларды ғой дейді апам. Ж. Жаны жайсам. Ж. Мына кісілерді бастықтай болып жатыр ғой. Жомарт дейді. Жомарт, жұмсақ дейді. Мама. Қай сөз ұнады? Жомарт деген. Кім айтты? Кім айтты? Келіңіздер. Сендердегі жігіттер квартет ұқсап отырып алыңыздар, бәрін бірдеңе қап. Келіңдер, кім айтты? Жомартты, билеп қанекей. Билеп.
мешіттің имам екен деп отырсам шығып алып деді ғой кәдімгідей күшті молодец. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Есіміңіз? Жанболат. Жанболат. Кім боламыз? Жүрген жерім ән болады. Жанболат. Жұлдыздың кластасы, Тілектің досы. Көндірімнің қошы деп қойсаңшы. Тағы бір берем ме? Ақындығын үшін достырыз. Қай жылдан бері кластас болдыңыздар? 15 жыл бұрын. Жұлдыз 32-ге толып жатқан жоқ. Адам 17 жасында бітірсе деп санап тұрмын ғой өзімше. Молодец, күшті. Қазір былай 20 жыл бұрын, күшті, молодец. Енді сұрақ қойын, тек қана жыдан жауап беру керек. Келесіз бе, есімін? Жаны жайсам, жайлы, жанына жақын, жуас кісі. Сен қайда келген сұрамай-ақ қоян, жер жәннаты жетісу деп ұрайын деп тұрсың, сен біліп тұрмын. Ал, жер жәннаты жетісуда немен келдің ал? Жигулимен келдім. Қойшы өзі біледі ғой немен келседі. Жаяу деп айтса, жаяу деп өзі біледі немен келседі. Жигулимен келсейінші. Жигулимен не алып келдіңіз тойға? Жастық алып келдім. Жастық не дейсіз? Соңғы сұрақ, жұлдыз қандай? Жаны жайсан жомарт. Жомарт болғанда не істейді, қарыз ақша бере ме? Мектепте саған пирожки әкеп берген сияқты содан айтып тұрған сияқтысың. Рахмет, әзіл қалжың ғой. Достарға бір қошемет ұрып қояйық, алақан ұрып қояйық. Молодец. Бір құдалық қалып кететін адам екенсің. Кетіп келесі з қойы, з. Маған з дейтін қызық болады. Жұлдыз қандай? З. Зым-зым дейді. Золотая дейді. Ау, зейінді дейді. Замечательная. Звезда наша дейді. Ажырдан сұрай беш баға дейді. Зейінді дейді апам. З. Зымыран дейді. Сол ұшты. Саған үйде отсайын жұмыстың зейін зымырасы күшкер дейді. Жода дейді о. З. Зачетная. Золушка дейді. Золото дейді. Знаменательная. Дема білме дейді. Оша, кірмемейді азабырғатты. Қайсы? Золото деп айтқан. Келіңіз апай, билеп. Может, золотайға да беріп жеріміз бе? Золотайға беріп. Билеп Қош келдіңіз, қуаныш құтты болсын сізге. Қазір тағы біреу беріп. Көршілер ғой. Ау? Ол кісілер құмасы деген көріп өтті, иә. Білем ғой. Осы қой өтті ішті. Бірі бана әңгіме ертім, яқты қойып өсті. Есіміңіз? Жоқ, удостоверение. Шош кеткен, удостоверение ақтырдың ғой, иә. Гүлмира ханым кім боламыз? Көршісі, ғой, міне көршісі. Құдай көршіміз дейді. Қазір сұрақ қойым, тек қана сізден жауап бересіз. Жақсы ма? Есіміңіз? Зере ханым қайдан келдік? Зайсаннан немен келдік? Зебрамен, пожалуйста, Зайсаннан зебрамен не вады? Елдер Африкада ұстай алмай жүр ғой зебраны, біздікілер Зайсанда жүреді адам зебрамен. Зебрамен бүгінгі тойға не алып келдік? Золото, пожалуйста, золото алып келді. 999 пробаладық. Таза ақ алтыннан ғой. Соңғы сұрақ, көршіңіз қандай? Золотой. Пожалуйста, қалай қошемет тұрмайсыздар? Аман болыңыздар, күліп ойнап жүре беріңіз. Тілекке сәлем етіңіздер, бәрі танысың. Келіңіз. Все.
көрдіңіз ғой, сіздер және бір жоқ дегенде осында бір 100 адам отырса, 120-130-дан артық тенеу айтылды ғой деймін. Сол айтылған тенеулерге бүгінгі той иелері шынымен лайықты десеңіздер, шапалақпен лайк басып алақан соғып қойыңыздар. Қуаныш құтты болсын. Былай істейміз, давай, уақыт созбай, братан, сен үшін до конца тұратын, сен үшін керемет билейтін 4 жігіт керек маған. Кім бар? Жігіт пе? Жігіт ба? Емес? Жоқ, маған керек емес, ойында керек айналайын. Кім? Азамат? Азамат шақырайық. Азамат. Есім алып бәрін сағыныштың жаным, жасырмашы сенде, менде шаршадым. Мені шаршадым. Келесі Рауан ба? Рауан мырза қайдасыз? Сен шақырғандардың барған сайын өсіп баратыр ғой айналайын. Кім? Болат? Осыны бірінші шақырып көрген және. Қазір бірге екке сан аламыз. Алмат. Алмат? Мына жерге тұршы. Осылай черно-белый болып тұрыңдар. Осылай өстіп. Кеттік, қыздардан 4 қыз керек. Мықты билейтін кім бар? Айгерім. Айгерім. Айгерім кім боламыз? Жолдастары. Жолдастар қашаннан бері? 15 жыл. Әңгімешік серьезно да. Динара. Динара. Жақын тұрмыз, жұмысты болсын бейе. Дана. Дана. Көшмайым. Кім? Абзалдың әйелі ме? Тәлім ғой біз жинайын. Абзал қарағанда кетіп жүндіріп кетіп деп өтеді. Тілек, әйелінің аты кім? Жолдыз. Соны алып деймін ой бер. Кел, братан. Үлкен шеңбер жасап тұрайықшы мына жерге. Кімді үлкен шеңбер жасап. Бірінші орынға конкретно тілектің атынан путевка. Қайда екенін өзі айтады бірақ. Кім біледі енді қайда? Қолда барама, Сібірге барама өзі біледі ғой енді. Кешуді оқысап түсінді ғой? Екінші орынға не береді деп ойлайсыз? Өзі біледі. Жоқ, бірінші орынға путевка деп жатыр енді. Ойлаймын, екінші орынға не біледі? Ақша бар. Дәміңіз бар екен. Үшінші орынға не береді деп ойлайсыз? Бірінші орынға атына бар болғаны ма? Үшінші орынға сол болу керек. Соғым басты. Сен соғымды көре алмай жүр ғой. Түсінікті ғой, айналып келейміз, музыка тоқтайды, мен неше екенсіз бір айтамын, соны жаңа бір-бірін шақтас керек. Үшеу деймін, үшеу, төртеу, бесеу, лимон бесеу. Все, кеттік. Айналып келейміз, жүзбе! Жолымыз бар,
үшеуі бір-біріне қарайды. Сен мәз болатындай бар екен ғой енді. Молодец. Осы үш қыз саған аманат айтады. Финалға дейін жеткіз осыларды. Тұмсықтыға шоқтырма. Молодец. Ташеу сізге аманат қойдым енді. Дайынсыздар ма? Ал кет, гараж жалғастырамыз. Екеу. Жоқ, қараңыздар, қаншама қыз келіншектер жүр, мына екеу бір-біріне жауыз жүр. Күшті, молодец жас. Сөйтіп араласып тұрсаңыздар жүрекші. Дайынсыздар ма? Ал кет, қарғыры келіп жүрмей. Шир. Сен ширіне қарап жүргенде шир сені айтама айтып сен болмайды. Сенің күшіне риза болмай қалай. Бұланы көйлегінен киімнен ұстаған жоқ, желкесінен ұстады ғой. Тергей береді. Ұмыттың ба деді ғой білемін. Все, дайынсыздар қояйық, кеттік, ары қарай жүрмейсіз. Біреу, не болды? Біреу деп тұрмын ба? Sıra ayттым ғой, желкеден ұстайды екен. Жылқыны құлақтан басады ғой, жігіттер желкеден басады екен бұл. Мама күшті. Сен молодец, шустыр екенсің бе? Мына екеуі құшақтасып қолтығының астынан шығып кетті ғой. Күшті. Все, ары қарай жалғастырамыз. Жібермейсің. Бесеу. Эй! Сен тұр! Заявление бірдеме жазасың ба? Кішкентай қызды ренжітіп, араларында салмақ аз болса еді ғой? Мама! Оны көз жасы жібермейді сендер түсіндір ме? Мама! Пижамада қыз шығарып жүргендер ме? Рахмет, Айнал. Зато бисам бірдеме айтайын ба? Әйгерім? Зато? Сен түрчесің, әдем білек. Риза бол кезінде ме? Келіңіздер. Дайынсыздар ма? Ары қарай береміз. Жібермейсің. Жұлдыздай жаным ей, күнде сен күн болсаң, қасымда қалам ей, қайтсем де өзіңнен бақытты болам ей. Айдана барам ей, жұлдыздай жаным. Төртеу. Беріп отыр ғой қадырай. Неме? Шыңбайдың мен ауылда тұрғым келеді өсіңнен, ал сенің шек қалаған қайрала. Стоп, шир. Мынау монархия болып кетті. Еркектердің құқығын қорғау керек негізі. Қас көреміз, қайсыларын жақсырақ подруга етедерінде. Көреміз шығасындар ғой, по-любому. Дайынсыздар ма? Давай, кепіл қосақ, қысып кейін опсыңдар өздерін кетеміз. Дайынсыздар ма? Жібермейсің. Екеуіз қайтып кеттіңіздер, есік алдында сосы қиын сияқты болмыз. Күшті.
ойбай шықты ғой ақыры. Қорқып жүргенсің ғой маған бері. Неме қалай көрсетші? Көзің шығып бала. Қазір мен қай жерді айтам, сол жерді ұстаймыз. Маған қарап тұру керек, басқа жаққа қарап болмайды. Түсінді ғой, мен шаш десем шашымызды, көз десем көзімізді, мұрын десем мұрнымызды істейміз, жақсы ма? Шаш, көз. Көз деймін, құлақ, мұрын, ауыз, бел. Дұрыс қой, мен шатастырамайды істеп тұрмын енді. Шаш, құлақ, маған қарап тұру керек деймін айым. Шаш, құлақ, көз, мұрын, ауыз, бел деймін, бел, бет, көз, мұрын, ауыз, бел, аяқ, көз. Мына кісілер келе оған тұрышты. Әзір, түсінбейді екенсің мені. Шаш, құлақ, көз, мұрын, ауыз, аяқ, бел, көз, мұрын, ауыз. Мына кісілер келе оған. Шаш, құлақ, все, былай істейікші, давайте, ол өйтіп, сіздер нетпейін, маған конкретно жоқ, достық жемейді, конкретно өздерінің қастарыңызға жұп қып, екі жігіт алып келіңіздер, болды. Давайте, кеткі, любой билейтін екі жігіт алып Неге Семей қаласының әкімдігіне түсіп отқан сәт кейін болғансыз? Қинап алып тұқпас енді. Все, короче, қазір күшті мықты билейді ғой, мықты билейсіз ғой. Өлтірек, күшті билейсіз ғой. Пойдет? Сіз уже дұқтансыңыз ғой, сымаңыз дұқтан. Все, мен енді сіздер бірлеріңізді билетпеймін. Төбелес болып кетіп жүрсе, аяқ қорқып. Бүйтіп тұр ғой мыналар кәдімгі демек. Лучше сіздермен билетім, мен ортаға аюларды шақырайын деп тұрмын. Үкілімай шоу групп қарсы алыңыздар, сіздер үшін үкілімай видеоға. Ой, мама, қазіргі аюларды бір түрлі негізі. Все. Мен сені жиын деймін, бірдеме дейді. Так, бірінші ағамызбен билейік. Келістік па? Бірінші ағамызбен билейік. Орта қалып шығайық па? Сол жерге керек па? Ағамыз сізді орта қалып шығып сізден билесек дейтін. Қазір. Қайсыздар ма? Любой би қосылады. Жартып тастаңыз, жақсы ма? Ал кетіп, ортамыз ағамызға қошемет құрмет көрсіп қойға. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. 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 Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Macarena. Hey Macarena, Macarena, Macarena. Chop on the nigga, turn to a spread. Bitches on the dick, give me one minute. Hey Macarena, I say Macarena, Macarena, Macarena. Chop on the nigga, turn to a spread. Bitches on the dick, give me one minute. Hey Macarena, hey Macarena, Macarena, Macarena. Мама, молодец саған. Айтма күшті келесің. Олар сіздің айтматтан екенсіз білмей тұр, айтпасам. Айымен кім келейді кеңдеш? Любой аюыңда так. Үйде абзал дейтін қасқыры бар, оны да желіп жүр. Жақсы ма? Дұрыс көрмеймін? Кім келейді? Айымен. Музыканы қозамыз, айым, давай, жыртып тсаңыз ма? Әне? Ойбай!
Молодец, сен күшті. Шаршаған жоқсың ба? Төртеуімен де келеді, вақтап жіберейін айналайын. Әзіл ғой, келсін. Картиганы бар, брат, әкел. Елімай қойын деп байтешкі шыққан мен сен. Күшті, брат, молодец. Ағамыз мұздылы қойымыз ұру жоқ аға Түркия. İçinde adam var bile süper var. Rengi koçumuz. Al gel. Dayanıştır mı? Çevirmeyiz. Sayın Çubuğu. Кто-то сказал мне шишигам. Кишермен сине кишерамай. Мы все оттуда сышерамай. Аджара кучу, иногда чуть-чуть или чересчур. Бәрі билет чөл, под наш трек-чок. Сюда билет чок, келу керек чок. Чок, будет горячо, если есть чок. Чок, чувак, 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 чувак. Первый багет, Olmayın dersin, olmayın dedim oğlum. Mına жер қиын болған шығар ек. Kendisi. Күшті негізі маған берші бір ай билеп жатқан сияқты үшеуі бәрі жүрген сияқты болып кетті негізі. Әртүрлі адамдар билеп жатыр ғой. Қайсың білесіңдер? Келіп отыр. Сен басыңдар өкенге. Қапқан келші. Қазір бас екенсің. Қазір музыка қозылады. Билеу керек, жақсы ма? Түсініп тұр ғой? Ана прическаны 15 минут қана кеткен уақыт білесің бе? Ал кетті маэстро музыка. Don't the shit make a nigga wanna. Don't the shit make a nigga wanna. Don't the shit the show. Don't this shit make a nigga wanna climb high. Mommy go crazy, she probably drunk. It's your boy in the club, trying to have some fun. You know who we are. We don't buy drinks, we buy the bar. 20 deep in the club, pop in the car. It's not where you're from, it's where you are. Don't this shit make a haters wanna stop. Take 4 minutes, recognize that we got that fire. What you motherfuckers up, and this is fine, this is fine, this is fine. So much ass, oh my god. I feel like an astronaut. Hey, yo, body right here, you gon' dance or what? Олардың біріктеріңізде үлкендердің біріміз ғажапты өзім жастырып билей беретін қой. Аюларға бір қошым өтіріп қойып, Винни-Пух болып тұр ғой. Рахмет, келіңіздер, орнымызға тұрайықшы. Ар жақтағы ағайындарды көрдік, күшті, молодцы. Көңілді аюлар екен. Шудың аюлары өтіп десең. Рахмет, жарықты жауап берсеңіздер. Давайте, голосовать еттерік. Есіміңіз? Мақсат. Мақсат, ағамыз қалай биледі? Рахмет. 15 адам соқты ғой. Есіміңіз? Дана. Дана қалай биледі? Айым қалай биледі? Мен дейсіз сначала айрусты шулап жүрген сендер екен байнайдар. Меруертке дейін шулатады ғой бұлар 4-ке дейін. Қуат ағам қалай биледі? Рахмет өзіңізге. Үшінші орын сенікі. Давайте, екінші орын. Дана қалай биледі? Күшті. Айым қалай биледі? Күшті. Қуат мырза қалай биледі? Рахмет. Сізге күшті. Екінші орын алдыңыз аға. Все. Айым! Дана! Айым! Тек! Жұлдыз! Все, молодцы, күшті. Главный приздарды осы екі кісіге берейік. Рұқсат болса, алақан зауық қойыңыздар, керемет белер үшін алғысымызды білдіреміз. Шустрыйда өзіне чайник керек қой, сразу соны жұлып алып қалмайын. Рахмет, әзіл қалжыңға осындай керемет билеріңізбен жастарға үлгі болып насихаттап жүре беріңіздер. Ал алақан соғып бая қардақтағайын.